Құрметті әріптестер, қымыжыны дискіге жүктеу үшін сіздер өздеріңіздің папкаларыңызда тұрған, компьютерлеріңізде тұрған қымыжы папкасын ашып қоясыздар. Енді осыны Google дисклеріңізге жүктеу үшін Google-да ашасыздар. Яғни Google-да ашатын болсаңыздар, сіздерде мынандай бет шығады. Осы бетте сіздер почталарыңызға кіресіздер, Google дискінің ішіне кіріп, папка құруларыңыз қажет. Өздеріңіздің аккаунттарыңызды аласыздар, парольдеріңізді жазасыздар, сөйтіп өз почталарыңызға кіресіздер. Осы почтаның ішінде Google диск 15 гигабайттық орын бар. Осының ішіне қымыжыларымызды жүктейміз. Ол үшін мына 9 кнопканы басамыз. Приложениялар жиынтығын. Сосын Google диск дегенді басасыздар. Google диск ашылады. Осы Google диск ішінде папка құрасыңдар. Создать папку. Қымыжы деп осыған ат қоясыңдар. Барлықтарыңыз жасауларыңыз міндеттісіздер. Осы қымыжының ішіне, мысалы, класстарыңыз көп болатын болса, міне папка шықты. Класстарыңыз көп болатын болса, тағы да папка құруларыңызға болады. Мысалы, 1-ші сынып. Осы папканың ішіне енді апаруымыз қажет. Міне, біз қайда кірдік? Google дискідеміз. Міне Google дискіні басасыңдар. Жаңа қапшықты ашасыздар, міне қымыжы деген папканы. Оның ішінде, мысалы, қай сынып, тағы да сыныптар құра берулеріне болады. Создать папку, мысалы, 10-ші сынып. Өйстіп папканы құрып аламыз. Енді осының ішіне қымыжыны жүктейік. Мысалы, 9-ші сынып үшін қымыжыны жүктеу үшін 2 рет басамыз. Және өздеріңіздің папкаларыңызды ашып қойыңыздар. Мысалы, 1-ші сабақтың қымыжысы. Осының ішіне тістауларыңа болады. Осылай көтеріп әкеп қоюларыңызға да болады. Немесе создать, загрузить файл деуге болады. Бір-бірден әкелулеріңізге болады. Егер мынау файлды бір-бірден әкелетін болсаң. Егер загрузить папку дейді. Яғни осы қымыжылар тұрған папканы бірақ әкелуге де болады. Немесе жаңағындай бүйтіп көтеріп қоя салуларыңызға да болады. Сонда сіздердің бір сабақтың қымыжысы міне тұр. Екінші сабақтың қымыжысы міне тұр деген секілді. Үшінші сабақтың қымыжысы міне тұр. Олардың барлығы сіздің Google дискілеріңізде тұр. Міне, Google дискін ашатын болсақ, осының ішіне 3 қымыжыны салдым дейміз. 3 сабақтың қымыжысы. Түк қиындығы жоқ. Осылай қымыжыны жүктеп қойыңыздар. Қазір келесі видеода осы қымыжының сілтемесін алып күнделікке қоюды көрсетемін.